Саламатсыздар ма? Менің атым Айзымхан Абылайхан. Мен сіздерге болашақтағы озық 10 мамандық, яғни алдағы 10 жылдағы еңбек нарығындағы сұранысқа ие мамандықтар туралы айтып өтемін. Топ-10 профессий будущего. Профессия, востребованная сегодня на рынке труда в ближайшие 10 лет. Мамандық профессия, латын сөзі профессио, көпшілікке ашық ұсыну дегенді білдіреді. Мамандық қызметкердің кәсіп шегіндегі қызметінің нақты саласы. Ол лауазымнан өзгеше түрде белгілі бір білімді және арнаулы түрде оқып үйрену немесе жұмыс тәжірибесін жинақтау барысында алған еңбек малшықтарын талап ететін еңбек қызметін тегін сипаттайды. 21 ғасырдағы сұранысқа ие болатын 10 мамандық. Первое. IT-разработчики компьютерного аппаратного обеспечения. Программист – это специалист, создающий и отлаживающий программное обеспечение и поддерживающий его работоспособность. Четвертое. Специалисты на стике электроники и биотехнологии. Бесінші. Маркетинг және сату. Маркетинг кәсіпорынның тауар өндіру, өткізу және сауда жасау қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Маркетинг нарық дамуының жай-күйі мен келешегін зерделеуге негізделеді.